Қайырлы күн, құрметті мен көрермендерім. Бүгінгі тақырыпта гастрит ауруы жайлы талқылайық. Яғни гастрит дегеніміз асқазанның қабынуы. Сіздер осы видеодан гастрит ауруы қалай пайда болады, неден пайда болады, оны қалай анықтау керек, қалай емдеу керек, қандай асқынулары бар, және қалай алдын алу керек жайлы жалпы түсінік ала аласыздар. Алдымен бұл қалай пайда болатыны жайлы түсіну үшін біз анатомиясы мен физиологиясын тоқтала кетейік. Енді анатомиясы мен физиологиясын толық айтпай, ең керекті жерлерін сіздерге айта кетейін. Бұл жерде асқазанда бізде 4 қабат болады: шырышты қабат, шырыш асты қабат, бұлшықетті қабат және серозды қабат. Шырышты қабат бұл жерде көптеген бездер болады. Ол бездер асқазанда бізде шырыш бөледі, тұз қышқылын бөледі және ас қорытуға қатысатын көптеген ферменттер бөледі. Ал оның астында шырыш асты қабат орналасады. Шырыш асты қабат бізде нерв түйіндерімен, қан тамырларымен, лимфа тамырларымен қамтылған. Ал одан кейінгі қабат бізде бұлшықетті қабат. Бұлшықетті қабат асқазанымызда қимыл қозғалысын қамтамасыз етеді. Одан кейінгі қабат серозды қабат. Яғни бұл серозды қабат асқазанымыздың сыртқы қабатын іш қуысымен байланыстырады. Ал енді гастрит ауруы қалай пайда болатыны жайлы айта кетейік. Сіздер мына суретті біздің асқазанымыздың іші деп елестетіңіздер. Мынау асқазанның ең беткі қабаты шырышты қабат. Бұл шырышты қабатта бізде тұз қышқылы түзіледі, ас қорытуға қатысатын ферменттер түзіледі және қоймалжың шырыш түзіледі. Тұз қышқылы мен ферменттер ас қорытуға қатысады, ал қоймалжың шырыш біздің асқазанымыздың бетін қаптап тұрады да бізді тұз қышқылынан және зиянды факторлардан қорғайды қалыпты жағдайда. Ал гастрит бұл жерде қалай пайда болады? Яғни тұз қышқылы ұзақ уақыт әсер етсе, шырыштың қарсы тұруға шамасы жетпейді, шырыш тесіледі, ары қарай шырышты қабатқа тұз қышқылы әсер етеді. Ол жерде шырышты қабатты күйдіреді, біздің асқазанымызда ауырған сезім сеземіз. Оның артынан гастрит болады. Сонымен қоса тұз қышқылының өзінің одақтастары, яғни союзниктары бар. Ол стресс, майлы немесе зиянды тағам, зиянды әдеттер, жоғары қышқылдық және тағы басқа. Осының бәрі бірігіп бізде асқазанымызда гастрит туындауына ықпалын тигізеді. Ал шырыш пен шырышты қабаттың жалғыз одақтасы ол қалыпты жағдайда ол жалғыз тамақ. Яғни біз тамақты уақытымен ішсек, онда тұз қышқылы асты қорытуға жұмсалады да біздің асқазанымызда қышқыл болмайды. Келесі себеп ол қышқылдық. Яғни қышқылдық артқан жағдайда бізде асқазанымызды қорғап тұрған шырыштың жоғары қышқылдыққа қарсы тұруға шамасы жетпейді. Сондықтан қышқыл күйдіріп, эрозиялық гастрит пайда болады. Эрозия дегеніміз жара деген сөз. Ал оны уақытында емдемесек, одан ары күйдіре береді, атрофиялық гастритке алып келуі мүмкін. Атрофия дегеніміз тіндердің өлеттенуі, яғни тіндердің өлуі деген сөз. Оның екінші мағынасы асқазанның қатерлі ісігі деп айтса да болады. Ал егер қышқылдық керісінше төмендеген жағдайда, бұл кезде бізде гастрит емес, керісінше асты қорытуға шамасы жетпейді қышқылдың. Бұл кезде бізде асқазанымызда толып тұрған сезім пайда болады, құсу пайда болады, одан кейін ішіміз кебеді, ішіміз қатады, ауыздан шіріген иіс шығуы мүмкін, тамақ қорытылмайды. Ал келесі себеп хеликобактер пилори бактериясы. Алдымен хеликобактер пилори бактериясының шығу тарихын айта кетейін сіздерге. Ең алғашында бұл бактерия анықталмай тұрып, Америкада бір ғалым гастриттен келген науқастарда метронидазол дәрісін беріп емдеп көреді. Келген науқас жазылады. Одан кейінгі науқастарға метронидазол дәрісімен емдейді, жазылып кетеді. Бірақ Американың хаттамасына сәйкес емдемегендіктен ол кісіні сотқа тартады. Бұл жағдай басқа да дәрігерлердің, басқа да фарм компаниялардың қызығушылығын арттырып, бұл қалай болды деп зерттеп бастайды. 2005 жылы австралиялық ғалым Барри Маршалл деген кісі осы хеликобактер пилори бактериясын тауып Нобель сыйлығын алады. Бірақ сонда да бұл жағдай көптеген дәрігердің күмәнін тудырады. Неге десеңіздер, себебі кейбір адамда гастрит бар, бірақ хеликобактер пилори бактериясы жоқ. Ал кейбір адамдарда керісінше гастрит жоқ, бірақ хеликобактер пилори бактериясы бар. Ол қалай болды деп. Сондықтан бір гастрит анықталса, бірден антибиотик қабылдамай, гастрит біздің ағзамызда қалай пайда болғанын анықтаған дұрыс деп ойлаймын.
Мынау біздің асқазанымыздың қалыпты жағдайдағы көрінісі. Бұл кезде біздің асқазан ашық қызыл түсті, біртекті болады. Ал мына көрініс гастрит кезіндегі көрінісі. Келесі, гастритті уақытында емдемесе, бұл асқазан жарасына айналады. Гастрит бұл жаңа айта кеткендей шырышты қабатта болатын ауру. Ол ары тереңдеген кезде асқазан жарасына айналады. Яғни ол кезде шырышты қабатта қамтиды, шырыш асты қабатта қамтиды. Ол одан ары бұлшықетті қабатқа өтуі мүмкін. Ал бұл жара асқазанда болады және 12 ілшекте болады. 12 ілшектің жоғарғы бөлігінде ғана болады. Себебі жоғарғы бөлігі қышқылды орта. Ал ол төмендеген кезде бұл жерде өт өзегі және ұйқы өзегінің ферменттері келіп қосылады. Содан төмен қарай ол сілтілі ортаға айналады. Ол жерде асқазан жарасы болмайды. Тек қана қышқылды ортада ғана болады. Ал бұның асқынуы, яғни перфорация болуы мүмкін, пенетрация болуы мүмкін, малигнизация болуы мүмкін. Перфорация дегеніміз осы асқазан жарасы тереңдей береді, асқазан тесіледі. Тесілген кезде біздің жеген тамағымыз ары іш қуысына тікелей өтіп кетеді. Ал пенетрация дегеніміз асқазан жарасы, ол жара болған жер асқазан барады да ең жақын тұрған ағзаға, бауыр болуы мүмкін, ұйқы безі болуы мүмкін, көк бауыр болуы мүмкін, соларға барып жабысып қалады. Ал малигнизациясы дегеніміз, асқазан жарасының малигнизациясы дегеніміз, ол қатерлі ісік. Бұның барлығында хирургиялық емді талап етеді. Яғни белгілері, бізде гастрит кезінде бізде ішіміздің жоғарғы бөлігінде ауру сезімі болуы мүмкін. Ол мына сөздерді қазақша аудармадым. Орысша айтқанда ноющий немесе острый боль дейді. Одан кейін бас айналуы мүмкін, әлсіздік болуы мүмкін, кекіру болады, қыжылдау болады, асқазанда толып тұрған сезім болады. Одан кейін адам қарны ашқан кезде іші ауырады, тәбет болмайды, ауызда жағымсыз дәм болады, жағымсыз иіс шығуы мүмкін, тілде ақ жабындымен жабылады, іштің кебуі болуы мүмкін дегендей осындай симптомдар болады. Ал енді диагностикасы жайлы айта кетсек, ең бірінші бізге керегі эндоскоппен асқазанды қарау, яғни зонд жұту. Одан кейін pH-метрия дейді, асқазанның қышқылдығын анықтаймыз. Содан кейін хеликобактер пилори анықтаймыз, асқазанда бар ма жоқ па. Ал енді еміне тоқтала кетейік. Емі бізде бірінші диетадан басталады. Диетамыз таңертең ерте тұрып, сағат 7-7:30-ға дейін таңғы асымызды ішуіміз керек. Таңғы асымыз сұйық тамақ және тойымды болу керек. Одан кейінгі тамақтарды аз порциядан бір күнде 6 рет ішеміз. Аз порциядан. Және асқазан ішек жолдарын қоздыратын тамақтар болмау керек. Оған не жатады? Тұзды тамақтар, ашты тамақтар, қышқыл тамақтар, қышқыл жеміс жидектер, газдалған сусындар, консервіленген тамақтар, одан кейін қатты ыстық немесе қатты суық сусындар. Одан кейін уақытымен ұйықтау. Яғни біз 10-нан кейін жүрсек, біздің асқазан ішек жолымыз қайтадан жұмыс істеп бастайды. Ұйықтаса, ол бізбен бірге ұйықтайды. Біз түнімен жүрсек, асқазанымызда қайтадан тұз қышқылы бөлініп, асқазанымызға зиянын тигізеді. Біз 10-ға дейін ұйықтап, таңертең ерте тұрып, 7-7:30-ға дейін таңғы асымызды ішуіміз керек. Одан кейін мүмкіндігінше стресстен, ашуланудан сақтанайық. Келесі, яғни медикаментозды емдейді, дәрімен емдеу. Сол кезде протонды помпа ингибиторларын тағайындайды, яғни асқазанда қышқылдығын төмендету үшін. Одан кейін спазмолитиктер тағайындайды, спазмды түсіріп, асқазанда жаңағы шырышты бөлінуін қалпына келтіру үшін. Асқазанның шырышты қабатын қалпына келтіретін дәрілер, яғни шырыштың орын басатын дәрілер деп атайды. Оған мысалы алмагель деген сияқты. Одан кейін антибиотиктер тағайындайды. Профилактикасында тамақтану. Яғни тамақтануда біз таңғы асымызды ішуіміз керек. Одан кейін жүріп ішетін тамақтарды мүмкіндігінше қолданбауымыз керек. Яғни фастфуд дейді. Одан кейін газдалған сусындар, соларды ішпей, тамағымыз таңғы асымызды, түскі асымызды, кешкі асымызды, бескі асымызды уақытымен ішіп отыруымыз керек. Одан кейін темекі, алкогольден бас тарту керек. Зиянды тамақтарды ішпеу керек, уақытымен ұйықтау, стресстен сақтану. Менің сабағым сіздерге ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Және де осы гастрит ауруын біздің елімізде
қалай емдейтінін, қандай дәрі беретінін, қандай дозада беретінін, және де гастрит кезінде қандай тамақ ішуге болатынын, қандай тамақ ішуге болмайтынын толық тізімін алғыларыңыз келсе, төмендегі сілтемеге өтіп, менің телеграм каналымнан толық презентацияны жүктеп алуларыңызға болады. Бірақ та сол дәрілерді өз беттеріңізше қабылдамай, дәрігердің консультациясынан міндетті түрде өтулеріңіз керек. Аш сау болыңыздар.